Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз оңай, әдемі әрі дәмді чечил салатын дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: сосиска, ірімшік, қызанақ, корнишоны, салат жапырағы және майонез. Алдымен сосисканы турап аламыз. Сосын ірімшікті алып турап аламыз. Ірімшікті осылай квадрат немесе үшбұрыш етіп турасаңыздар әдемі көрінеді. Енді қызанағымызды алып турап аламыз. Негізі черри қызанағын пайдалансаңыздар да болады. Сосын салат жапырағын алып тураймыз. Оны да табағымызға салып, корнишоны саламыз. Майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Енді чечилді майдалап ұсақтап, осылай турап аламыз. Чечилді майдалап ұсақтап, мен осы салатымның үстіне қойдым. Міне әдемі, дәмді, тойымды салатымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер.